Ал құрметті достар, жалпы біз бүгін осы Қазақстанның нарығында шулап жатқан бүкіл сеттес деген адам болсын, сетевой бизнес жасап көрмеген адам болсын, келіп тіркеліп өте қарқынды жұмыс жасап жатқан Юми компаниясы туралы толыққанды айтатын боламыз. Жалпы компания Юми 2024 жылы 5 қараша күні официально тіркелген, но өзінің жұмысын осы 2025 жылдың мамыр айында бастады. Но мамыр айында предстарт басталғанмен қазір компанияда предстарт жүріп жатыр. Алла қаласа біздің компанияның официально ашылу салтанаты осы қараша айында, ноябрь айында Алматы қаласында өтетін болады. Пока бұл айтқан кезде басының басы, команданың басы болып отыр. Жалпы компания бізде Қазақстанның нарығында болмаған маркетинг план беріп отыр. Қазақстан нарығында жоқ өнімдерді айтқанда нағыз Қазақстанның әлеуметтік жағдайына арналған жағдай мүмкіндіктерді беріп отыр. Жалпы біздің компанияның айналысатын 3 түрлі саласы бар. Жалпы компанияда маркетинг план ол бинар емес, ол классика емес. Жалпы компанияның өзінде сізде бір ветканың өзімен табыс таба берсеңіз болады. Бір адам тіркелсе 12 адамға табыс түседі. Ол жайында кейін маркетинг саласы бойынша келесі видеоларда айтып өтем. Ал енді жалпы компанияның айналысатын саласын айтып берейін. Жалпы біздің компания клубтық жүйе арқылы жұмыс жасайды. Клубтық жүйе дегеніміз не? Біз осы клубный система жантақ деп аталады. Біз осы жантақты сату арқылы, оборот жасау арқылы компанияға жаңағыдай партнерлар кіргізіп, біз табыс табамыз. Одан бөлек осы клубтық жүйеде жиналған адамдарда қандай мүмкіндік болады? Жалпы біздің компанияның айналысатын екінші саласы ол Юми Travel деп аталады. Яғни Юми саяхат. Осы жерде отқан әрқайсымыз қаншама кісілер бар, біреуі шетелге барып қыдырып көрді, шетелге шығып көрген кісілер бар. Біз дәл қазір мысалы сіз осы жерде отырып Египетке барғыңыз келеді, Вьетнамға барғыңыз келеді, Турцияға барғыңыз келеді, яғни шетелге барып саяхаттағыңыз келеді. Сіз қайда жүгінесіз? Туроператорға барасыз. Туроператор өзінің жаңағы үстіне бірге 2 өзінің пайдасын қосып сізді шетелге жібереді. Біздің осы клубтық жүйе, яғни Юми компаниясына тіркелген әр партнер Алла қаласа ноябрь айынан бастап сіздер өзіндік құнымен шетелге саяхаттап келе аласыздар. Ол жердегі бағалар енді прям удивляет. Дубайдың өзіне 137 мың теңгеден басталады бір адамға. Полный 7 күнге Вьетнам мемлекеті вообще 143 мың теңге адам басы, 5 жұлдызды қонақ үймен деген сияқты. Енді ол өте супер. Әсіресе мен өзім шетелге шыққанды, мемлекет аралағанды жақсы көрем. Мен үшін это вообще күшті новость болды. Ол жердегі бағалары енді удивляет. Біз осы клубтық жүйеге тіркелу арқылы біз ол жақтан табыс табамыз, ол бөлек. Одан бөлек өзіндік құнымен шетелге саяхаттап келу мүмкіндігі болады. Бұл компанияның айналысатын екінші саласы. Компаниямыздың айналысатын үшінші саласы ол қандай? Бізде дәл қазір Қазақстанда 3 қалада компанияның Юми маркет магазиндері бар. Алматы қаласы, Ақтөбе қаласы, Ақтау қаласында, Атырау қаласында біздің компанияның үлкен магазиндері бар. Алла қаласа Чимкент қаласы қазір стартта тұр, Астана қаласы тұр, Қызылорда қаласы. То есть болашақта Қазақстанның әр жерінен осы Юмидің магазиндері ашылады. Бүкіл қала, бүкіл аудандарда. Жалпы ол магазинде дәл қазір не бар? Біздің осы Юми маркет сіздердің жеке кабинеттеріңізде көрінеді, не болмаса жаңағыдай магазиндерге барып көрсеңіздер болады. Ол магазинде бізде 150 түрлі эко товарлар бар. Жалпы ешқандай химиялық қоспасыз, экологический чистый продукт, то есть эко товарлардан жасалған өнімдер дәл қазір бізде 150 түрлі эко товар бар. Ол жерде ыдыс жуатын, киім жуатын, пол жуатын, шаң сүртетін, ол жерде сабын, шампунь, киім жуатын. Былай айтқан кезде шайыңыз бар ма? Былай айтқан кезде ол жерде 150 түрлі тұрмысқа қажетті заттар бар. Барлығымыз білесіздер, ал бізде осы магазиннің ашылу мақсаты қандай негізі? Бұл магазиндердің ашылу мақсаты біздің осы клубтық жүйедегі адамдар өзіндік құнымен шетелге саяхаттап келсін, және де осы магазиннен барлық эко товарларды заводтың бағасымен алып отырсын деген ол үлкен мақсат. Өйткені бізде дәл қазір компаниядағы 150 товар, ол товарлардың барлығы завод бағасымен сатылады. Алла қаласа күн сайын бізде ол жерде ассортименттер қосылып жатыр. Болашақта бізде ол эко магазинде не болады? Ол жерде 5000 түрлі
эко товар болады. Дәл қазіргі таңда ол жердегі товарлардың бағасын көрсеңіздер, 715 теңге, 790 теңге, 825 теңге, 925 теңге, 1065 теңге деген сияқты. То есть ыдыс жуатын, пол жуатын, киім жуатын товарлар үшін, тем более эко товар үшін ол жердегі сатылып жатқан баға ол заводтың тікелей завод бағасымен шығарылып отыр. Ал бұл эко товарлардың барлығы қайда өндіріліп жатыр? Біздің осы қазақстандық кәсіпкерлермен компанияның Тараз қаласындағы 3 үлкен заводта осы эко өнімдер шығарылып жатыр. Ал енді қараңыздар, барлығымыз үйде қолданамыз, ыдыс жуатын, киім жуатын, пол жуатын және де басқа да товарларды алып жүріп, мысалы ферриңіз бар ма, Доместос дейді, мистер Пропер дейді, анау мынау деген сияқты. Біз ол товарлардың барлығы неден жасалған? Химиялық қоспамен жасалған. Эко товар емес, химиялық товарлар. Біз сол нәрсені алып қолданамыз. Неге? Неге бізге эко товар алып қолданбасқа? Шынына келген кезде дәл осы эко товарларды нарыққа через магазин арқылы сататын болса, үстіне жаңағыдай жолға кеткен шығыны бар, ол жерде жаңағыдай налогы бар, жұмысшылар алады, магазиннің қосатын несі бар, оның бағасы завышенный болады. Біздің Қазақстанның әлеуметтік жағдай өкінішке орай дәл қазір ондай завышенный бағамен эко товарды қолдануға біздің әлеуметтік жағдай жетпейді. Ал біздің компания осы 3 үлкен заводтан эко товарларды шығарып, және де ол жерде заводтан мысалы мына зат қанша теңгеге шықты? 710 теңгеге шықты ма? 710 теңгеден сатылады. Мына товар бағасы қаншадан шықты? 825 теңге ма? 825 теңге. Яғни ол жердегі товарлардың бағасын көрген біздің әр партнер, әр кісілер прям удивляться етіп жатады. Неге? Өйткені шынында да ол завод бағасы. Енді қараңыздар, жалпы бізде компания клубный система жантақ арқылы табыс табамыз ғой. Ол жерден компанияға аса пайда қалмайды. Бір тиын пайда қалып жатқан жоқ деп айтыламыз. Екіншісі, компания Юми Travel, шетелге сіз өзіндік құнымен саяхаттап келесіз. Компанияға ол жерден бір тиын пайда қалып жатқан жоқ. Юми Market ала қалса бүкіл Қазақстанда болады. Ол жерде ешқандай бір тиын жалпы компанияға қалып жатқан жоқ. Өйткені заводтан қанша теңгеден келді, завод бағасымен сатылып жатыр. А жалпы бізде компания қай жерден табыс табады? Ал енді қараңыздар, бізде компания ең жеңіл маркетингті берді, бүкіл мүмкіндікті беріп жатыр. Дәл қазір Қазақстанның нарығында ондай дүние болмаған. Қазақстан нарығына сетевой компания келген кезде, кез келген компания 1 жыл бойы предстартта жүреді. Предстарттың мақсаты неде? 2000 адамды компанияға жиып, уже пісімләдеп жұмыстарын бастайды. Сол 2000 адамды жалпы бізде компаниялар қанша уақытта жинайды? 1 жылда әрең жинайды. А біздің осы клубтық жүйеде, представляете, за август месяца бізде компанияда 7000 партнер болды. Біз дәл осы қарқынмен кететін болсақ, бұл клубтық жүйеде 1 миллион адамды ойнап күліп 1 жылдың ішінде жинап аламыз. Ал енді қараңыздар, компания қай жерден табыс табады? Осы магазинде жаңағы сіз эко товар, ыдыс жуатын, пол жуатын, киім жуатын тұр, Алла қаласа ол жерде категорияны қалсаңыздар, бізде осы 1 жылдықта енді үлкен сюрприз болып жатыр. Ол Алла қаласа бізде ол жерде продукты питания қосылады. Ноябрь айынан бастап. Сіздің жеп жүрген күнделікті үйге қолданатын тамақтарыңыз бар ғой? Күрішіңіз бар, макарон, сахар, айтқан кезде күнделікті үйге қолданатын тамақтардың барлығы Алла қаласа ноябрь айынан бастап осы магазиндерде қосып сатылады. Болашақта холодильник, телевизор, пылесос, айтқан кезде смартфон, ол жерде барлық электроникалар қосылады. Одан бөлек, Алла қаласа ол жерде одежда и обувь жағдай, киім кешек, ересектерге, әйелдерге арналған, балаларға арналған киім. То есть бұл болашақта Алла қаласа компанияда 1 жылдың ішінде дәу үлкен супермаркетке айналады. Но осы жерде сіз осы жерде отқан қаншама тіркеліп жатқан кісілер, сіз алып сататын кісілерге бұл эко-магазиннен 700 теңгеден алып 1500-нан сатып, 1000-ға алып 2000-ға сатып, күнделікті жаңағыдай сатуды жақсы көретін кісілер үшін бұл таптырмас мүмкіндік. Сөйтіп отырып күнде 20-30 мың теңге жасап жатыр лидерлер, ол айда жасай аласыздар. Жарайды, ол жағын алып тастағанның өзінде көріп тұрсыздар, сол 700 теңге, 800 теңге, 1000 теңгеге химияны алғанша мына эко товарды алып үйіңізге қолданғыңыз келеді ғой. Осы эко товарларды қолдану арқылы сізде не болады? Бұл эко товарларды сатып алу үшін, бұл магазиннен завод бағасымен қандай да бір товар алу үшін бізде жалпы сізде компанияда ай сайын подписка болу керек. Яғни сіз подпискаға
1500 теңге бір рет төлейтін болсаңыз, бір айға подписка 1500 теңге тұрады. Сіз бір рет 1500 теңге төледіңіз ба, сіз бір ай бойы Қазақстанның бүкіл қаласындағы Юми маркеттегі эко-товар, өзіңізге қажет товарлардың барлығын заводтың бағасымен алып отырасыздар. Енді біздің компанияның мақсаты, компанияның философиясы осы жерде болып тұр. Барлық осы клубтық жүйеде Қазақстанның нарығында жоқ маркетинг планды берейік, табыс тапсын. Бір веткамен өзімен табыс таба берсін. Екіншісі, шетелге өзіндік құнымен саяхаттап келсін. Үйіне қажет товарлардың барлығын завод бағасымен алып отырсын. Но осы товарларды алып отыру үшін сізде ай сайын 1500 теңге подписка төлеу керек. Сол 1500 теңге төлеген подписка ол компанияның пайдасы болады. Ал енді қараңыздар, біз дәл осы қарқынмен жұмыс жасайтын болсақ, бір жылдың ішінде 1 миллион адамды клубтық жүйеге ойнап күліп жинап аламыз. Әрқайсымыз для себя болсын, ай сайын 1500 теңге төлеп магазинге заводтың бағасымен қажет товарларды алып отырамыз үйге. Сонда қараңыздар, 1 миллион адам айына 1500 теңгеден төлегеннің өзінде бір айда компанияның жалпы табысы ол 1,5 миллиард теңге болады. Және де ол 1,5 миллиардты компания тек бір ай ғана таппайды. Ай сайын төленетін подписка ғой. Компанияның табысы ай сайын миллиард теңгеден жоғары болады. Енді есептеңіз, клубтық жүйеде 1 миллион адам болса, олар өздерінің артынан бір адам шақырса, екінші айда не болады? Компанияда 2 миллион адам болады. Ал компанияның пайдасы әшейін подпискадан 3 миллиард теңгеге көтеріледі. Және де ол ай сайын көтеріліп отпаса, ол түсіп кетпейді. Сонда компания маркетингтан емес, сізге жаңа товардың үстіне 5-10 теңге қойып емес, сізді шетелге саяхаттап келгеніңізге кішкене ақша қосып емес, компания ай сайын төлейтін 1500 теңгеден табыс табады. Ал енді бұл система бізде компанияда Америкадан келіп отыр. Білесіздер ме, жалпы Америкада Виз Коска деген бүкіл Америка құрама штаттарында Косканың бүкіл магазині бар. Ол үлкен магазин, бізде мынау Магнум деп айтамыз, жаңағыдай Смол, Громад деген сияқты үлкен магазиндер. Біз барлығымыз сол жаққа барамыз. Америкада дәл осындай Коска деген магазиннің ішінде бүкіл товар бар. Барлық продукты питания сол жерде. Киіміңіз бар ма, бытовая химия, моющее средство, одан бөлек жаңағыдай күнделікті жейтін етіңіз, наныңыз, сүтіңіз, құртыңыз бәрі бар оның ішінде. Ал енді қызығын қараңыз. Ол магазиндегі барлық товарлар заводтың бағасымен сатылады. Мысалы, мынау Кока-Коланың бағасы заводтан 167 теңгеден келеді ма? Оны 167 теңгеден сатады. Мына товар 215 теңгеден келді ма? 215 теңгеден сатады. 165 теңгеден келді ма? 165 теңгеден сатады. Но қараңыз, бір тиын үстіне пайда ақша қоспайды. Но қараңыздар, басқа конкуренттер, мысалы, мынау Коска магазинде елестетіңіз. Ал енді сіз жаңа кәсіпкер, сіз келіп продуктовый магазин ашқыңыз келеді. Сізге заводтан 150 теңгеден берсе, сіздің налогыңыз бар, арендаңыз бар, свет су газыңыз бар, өзіңіздің пайдаңыз бар. Сіз 150 теңгеден затты 150 теңгеден сата аласыз ба? Сата алмайсыз, сіз банкрот боласыз. Ал енді сіз бұны 150 теңгеден келді, 200 теңгеден жанына магазин ашып сататын болсаңыз, дәл осы сатына жерде 150 теңге боласын, халықтың бәрі қайта келеді. Осы Коска магазинге келеді. Ал енді қараңыздар, ол жерде бүкіл заттың барлығы, жейтін барлық заттардың бәрі завод бағасымен сатылады. Из-за этого бүкіл халық қай жерге келеді? Арзан жерге келеді. Бүкіл Американың барлығы осы продуктовый магазинде бұл Коска магазинмен конкуренция жасай алмайды. Өйткені ол жерде барлығы завод бағасымен келіп тұр. Ал енді қараңыздар, компания барлығын завод бағасымен сатады, бірақ сіз ол магазиннен бүкіл заттарды заводтың бағасымен алып отыру үшін Коска магазинде мынандай картасы бар. Осы картаны бір жылға бір рет $100 саласыз, яғни 60 000 теңге бір рет төлейсіз. Сіз бір жыл бойы сол магазинден қандай товар келеді, заводтың бағасымен алып отырасыз. Ал егер сізде ондай карта жоқ болса, сіз қандай да бір зат алғыңыз келсе, сізге ол жерде товарларды сатпайды. Дәл осы система біздің Қазақстанға келіп жатыр. Біздің осы Юми маркетте дәл қазір предстарттың өзінде 150 түрлі товар бар ма? Компанияның жалпы мақсаты болашақта үлкен сет магазин құрып, Магнум, Смолдан да үлкен гипермаркеттерді ашып, ол жерде осы клубтық жүйе, осы жантақтағы адамдар өзіндік құнымен, өзіне қажетті продукты питания, товары для дома, для здоровья, детские товары, одежда, обувь, бытовая техника,
барлығын заводтың бағасымен алып отырсын деген. Көрдіңіздер ме? Бізде жалпы компанияда мақсаты осы. Дәл осы мүмкіндікке келіп жатыр. Келесі видеода жалпы біздің барлығымыз табыс табамыз қай жерден? Клубтық жүйе жантақтан. Біздің осы өнімдер туралы келесі видеоны көріп шығыңыз. Одан кейін жалпы компанияда, ешбір компанияда жоқ маркетинг планды таныстырып өтетін боламын. Жалпы бізде клубтық жүйенің аты жантақ деп аталады. Не себепті жантақ деп аталады? Себебі біздің компаниядағы барлық өнімдер жантақ сығындысынан жасалып отыр. Жантақ деген білесіздер, ол ежелден келе жатқан ата бабамыз қолданған шөп. Ол түйенің жейтін, қойдың жейтін жантақ шөбі. Ал енді қараңыздар, бізде мысалы қазір Қазақстанда үлкен кісілер әсіресе ең көп қолданады осы жантақ шөп. Осындай күздің уақытында шөптердің барлығын біздікілер не істейді? Сол тікенек шөпті барып кесіп алады дағыны, оны отырады дағын қайшымен майдалап турайды дағыны, сөйтеді оны қайнатып, кәдімгі шай құсап ішеді. Бірақ соны қайнатып шай құсап ішкеннің өзінде қаншама кісілерде результат болып жатыр. Енді қараңыз, кімде бауыр, кімде бүйрек ауырады, кімде өтте тас бар, кімде сахарный проблема, кімде мужской, женский проблема, то есть оның өзінен көмектесіп жатыр. Біздің жалпы осы өнімдерді ойлап шығарған ғалым қанша жыл уақытын осы өнімдерді зерттеуге арнаған. Ол кісі айтады, біз ол кісімен жолыққанда толыққанды өнімнің шығу технологиясымен, шығу тарихымен түсіндіріп беріп жатыр. Жалпы қараңыздар, біз осы жантақ шөпті барып, кесіп алып, майдалап, турап, оны шайға қайнатып ішкен кезіңізде біздің организміміз оның 2%-ын ғана толыққанды қабылдай алады. Сіз іштіңіз, мынау жантақ шөптің бере алатын пайдасының біздің организм өзіне қажетті нәрселерді өзіне суырып алады ғой. Из-за этого біздің организм ол нәрсені қабылдай алмайды. Организмге клеткалар оған енбейді. Сол себепті кейбір клеткаларға енгеннен кейін негізі 100% пайда беретін нәрсе, оны ішкеннен кейін тек 2% ғана беріледі, қалған 98% ішкенмен қайтадан кіші дәретпен сізден не істейді? Шығып кетеді. Организм 2% қабылдайды. Но сол 2%-ың өзінде қанша кісілер результат көріп жатыр. Ал енді біздің бұл өнімді зерттеп шығарған ғалым өзінің 27 жыл уақытын осы нәрсеге арналған, бүкіл ғұмырын, бүкіл жастығын осы өнімді зерттеуге арналған. Оның неғаны бойынша қалай біз осы жантақты адамдар қайнатып ішпей емес, сол жантақ болса 100% бере алатын пайдасы қалай осы организмға еніп 2% емес 100% беретіндегі оны өнімді шығарсақ болады деп бізде осы жантақтарды ойлап тапқан. Яғни жантақтардың барлығын сыртын қарасаңыз, жалпы ион деп жазылып тұр. Яғни бізде осы жантақтарды теріп алғаннан кейін бұларды иондайды. Яғни жантақ Қазақстаннан теріледі және Россия қаласындағы Пермь қаласына жантақтар жіберіледі. Және де бұл жантақтар иондалған жантақ. То есть иондау деген нәрсе ол не? Ол капляға айналдыру. Яғни осы жантақтарды иондау арқылы және де оның құрамына біреуіне серебряная вода, біреуінің құрамына хлорофилл, біреуінің құрамына лецитин, біреуінің құрамына йод қосу арқылы оны иондап шығарған кезде организмнің как клеточный питание ретінде шығарғаннан кейін организмге ол күнделікті тағам сияқты жасушалар қоректенеді. Біздің денеміздің барлығы ол неден тұрады? Ол клеткадан тұрады. Яғни қазақша айтсақ, ол жасушадан тұрады. Жасуша ол тірі организм. Біз күнделікті жеп отқан тамақ, тұтынып отқан тамағымыз арқылы біздің жасушалар не істейді? Қоректенеді. Біз не істейміз? Дұрыс тамақтанбаймыз, уақытылы тамақтанбаймыз, полезный тамақтанбаймыз. Из-за этого біздегі клеткаларға өзіне қажетті витаминді алмағаннан кейін не істеп бастайды? Бізде жасушалар өліп бастайды. Жасушалар, клеткалар өліп бастағаннан кейін бізде барлық аурудың пайда болатын себебі сол. Уже сізде иммунитет слабый болады. Иммунитет слабый болғаннан кейін сізде қандай проблема? Болды, иммунитетіңіз кез келген жұқпалы ауру болсын, қандай да бір не болсын, организм тез қабылдай береді. Ал енді бізде компанияда бұл дәрі емес. Бұл БАДы емес, бұл клеточный питание, то есть жасушаның тағамы ретінде. Ал енді қараңыз, бұлардың біздегі осы жантақтардың қай-қайсысын алсаңыз да, қай-қайсысын ішсеңіз де, мынаны алдыңыз ба, мынаны іштіңіз ба, мынаны или мынаны ішсеңіз де, разницасы жоқ. Барлық қай-қайсысын ішсеңіз де, сіздің организміңізді тазалайды. То есть сіздің қанша жыл жинаған шлактарыңыз бар, токсиндеріңіз бар. Мына жердегі мусорлардың барлығын қай-қайсысын ішсеңіз де тазалайды.
ары қарай сізде қандай да бір ауру мазалайтын болса, төртеуі негізі 4 түрлі бағытта қызмет көрсетеді. Ең біріншісі, ол бізде қарасаңыздар, міне ионный форма экстракта жантақ с ионовым серебром, яғни күміс су қосылған жантақ. Жалпы бұл неге көмектеседі? Кімде әсіресе бауыр ауырады, кімде бүйрек ауырады, кімде өті қоюланған өтінде тас бар, сол кісілерге көмектеседі. Одан бөлек кімде жаңағыдай мужской, женский проблема бар, простатит, мастопатия, эрозия, миома деген сияқты, женский аурулар кімде бар, сол кісілерге қатты көмектеседі. Және де бұл күміс су қосылған, әсіресе қазір міне күн суып бастап жатыр. Көп кісілерде бізде не болады? Бізде ауырып пайда болып жатыр. То есть жөтелеміз, температура көтеріледі, жаңағыдай ауырып, жаңағыдай вирусқа қарсы бізде жаңағыдай қыста аурулар көбейеді. Мынау нағыз сізде ешқандай дәрі, укол, антибиотик алмай, дәл осы нәрсемен сіздер уже 2 күннің ішінде аттай болып оянсаңыздар болады. Енді бұл қалай көмектеседі? Жалпы бұның именно сол бағытта жұмыс жасайтын осы күміс су қосылған жантақ. Осы бағыттарға қатты көмектеседі. Ал егер екінші өнім бізде жаңағыдай хлорофилл қосылған ионовый жантақ, ол жаңағыдай екінші өніміміз. Жалпы бұны алған кезде бұл кімге көмектеседі? Әсіресе кімде қаннан проблема бар. Яғни бізде жаңағыдай әсіресе жаңағыдай после инфаркта, инсульта, восстановление көмектеседі. Кімде давлениеден проблема бар, кімде сахардан проблема бар, кімде жаңағыдай давление білесіздер, қандарыңыз қоюланып кетеді. Мынау қанды 3 этаппен толық қанды тазалайды. Очищение крови идет. Одан кейін жаңағыдай әсіресе бұл кімге көмектеседі? Хлорофилл қосылған. Әсіресе кімде сезонный аллергия, шаңға, жаңағыдай күнге, не болмаса басқа да неге аллергияларыңыз бар ма? Әсіресе сезонный аллергияларға қатты көмектеседі. Одан кейін кімде кожный проблема бар? Псориаз, экзема, одан бөлек жаңағыдай витилиго, былай айтқан кезде кожный аурулардың бәрі қасынып, қышынып жүрсетін болсаңыз, бұл сізге нағыз көмектеседі. Именно осы хлорофилл қосылғаны сол бағытта сізге жұмыс жасайды. Үшінші өнім бізде компанияда ол фосфолиапид қосылған жантақ деп аталады. Бұл неге көмектеседі? Бұл әсіресе сіздің мидағы проблемалардың барлығын шешеді. Сырты сары болып келеді, былай білсеңіздер. То есть бұл жерде именно қараңыздар, капля вариантта жүреді. То есть жалпы бұл именно сары жантақ, фосфолиапид қосылған жантақ, бұл әсіресе мидағы проблема. Біздің бүкіл денемізге сигнал қайдан барады? Мидан барады. Көп кісілерде стресс, көп кісілер уайымдайды, көп кісілер мысалы депрессия болып жүрген кісілер бар. Түнде кеш ұйықтайды, азанда ерте тұрады, ұйқысы қанбайтын кісілер, шаршап жүреді, энергиясы жоқ кісілер бар. Вот мынау соған арналған. Қанша қазір командадан отып келіп жатыр, түнде жаңағыдай кеш жатып, азында ерте тұрам, осыны ішіп жатқаннан кейін ұйықтаған кезде сілем қатып тұрып ұйықтаймын дегенше қанша кісілерде бар. Және де бұл әсіресе кімде жаңағыдай аутизм, ЗПР, ЗРР дейді ғой, жаңағыдай сөйлеу кеш шығады, тілі кеш шығып жатқан балдарға беріп қолдансаңыздар болады. Керемет результат беріп жатыр. Одан кейін кімде әсіресе жаңағыдай қараңыздар, кімде бізде жаңағыдай көзінде глухома дейді ма, соған қатты көмектесіп жатыр. Одан кейін құлақ есту нашар кісілерге қатты көмектесіп жатыр. Және де ең бастысы жаңағыдай кімде гайморит, кімде гной, жалпы бұны мен сіздерге айтайын, бұл өнімдердің барлығын біз қалай ішеміз? Біз бұны іштен де қабылдасақ болады. Егер сізде мысалы жаңағыдай дәл қазір сізде мысалы күміс су ауырып, жөтеліп, қиналып тұрсыз ба, күміс су қосылған жантақты аластағыны действительно қазір ауырып, қазір сізді мазалап жатса, бұл өнімдерді алып не істейсіз? Бір адамға күніне 15 капля, азанда 5 капля, әбетте 5 капля, кешке 5 капля. Егер әбетте ішіп үлгермейтін болсаңыз, азанда 8 капля, кешке 8 капля. Бұл ересек адамға. Ал кішкентай балдарға жаңағыдай бір күнге 8 капля бересіздер. Егер сіз дәл қазір ауырып, қиналып, неғылып тұратын болсаңыздар, бұл өнімдерді не істейсіздер? Міне, 5 капля ма тілдің астына міне. Дәл осылай тілдің астында примерно бір минут тілдің астында ұстайсыздар. Яғни 1 минут ұстағаннан кейін ішесіз, және де 1 минуттан кейін артынша бір бокал 50 миллиграмм суды алып, артынан ішсеңіздер болады. Кім қатты ауырып тұр, ол кезде сіздер осы тілдің астында 62 майда тамыр арқылы клеткаға сразу енеді. Сіздер солай қабылдайсыздар.
Ал егер сізде бауырым, бүйрегім ауырмасын, жаңағыдай не болмасын, дәл қазір ауырып мазаламай жүрсе, онда сіздер бұны тілдің астынан емес, бір стакан суға дәл осылайынан аласыз. Азанда ұйқыдан тұрдыңыз ба? Міне 1, 2, 3, 4, 5 капля тамыздыңыз, 1 стакан сумен ішіп алдыңыз тамаққа дейін. Әбетте дәл солай 5 капля іштіңіз, тамаққа дейін. Кешке дәл солай 5 капля. Күнне жаңағыдай 15 капля. Бір адамға бізде қанша уақытқа жетеді бұл? Бір адам ішетін болса, бұл бізде жаңағыдай 1,5-2 айға жетеді бір адамға. Именно міне хлорофилл қосылған қарасаңыздар, бұл өзі сырты жаңағыдай жасыл. Хлорофилл деген ол теңіз балдыры. Именно осы хлорелла балдыры бар теңіздерді көретін болсаңыздар, бүкіл теңіз, сол теңіздердің суы тұп-тұнық, мөп-мөлдір болып тұрады. Неге? Өйткені ол соның ішіндегі бүкіл мусорды осы хлорелла несі, жаңағыдай балдыры бүкіл теңіздің мусорын өзіне тартып алып тазартып отырады. А сіздің организмдегі бүкіл шлак, токсин, мусордың барлығын дәл солайынан бұл тазалайтын болады. Үшіншісі фосфолипид қосылған нәрсе. Бұл сош азында 5, әбетте 5, кешке 5. Бұны бір күнге азында 5, кешке 5, кешке 5 ішсеңіз болады. Не болмаса сізде жаңағыдай кожный проблема болса, псориаз, экзема деген сияқты сырты қолыңыз қышытып, қасытып баратса, міне осылайынан денеге қоясыздар, денеге былайынан жағып қойсаңыздар да болады. Сумен еш нәрсемен шаюдың қажеті жоқ. Сіздің қышуы, қолыңыздың неғылуы демде жаңағыдай кетіп жатады. Аудан бөлек сізде гайморит не болса, ол жерде по мере возможности мынаны мұрынға тамызуға болады, көзге тамызуға болады. То есть бұл клеточный питание болғасын бізде қазір үлкен 30 болады. Және ең соңғы өнім бұл йод қосылған. Яғни бұл кімде йод тапшылығы бар, кімге йод жетіспейді, әсіресе зоб ауруынан өте Қазақстанда көп кісілер болғандықтан бізде не қылып жатыр? Бізде жаңағыдай осы йод қосылған жантақты жаңағыдай қатты результат беріп жатыр. Ал енді бізде дәл қазір 4 түрлі жантақ бар. Барлық өнімдердің барлығында сыртын байқасаңыздар халал сертификациясы бар, международный халал, қазақстандық халал сертификациясы бар. Бүкіл өнімдердің ішінде адаптациясын барлығы жазылған. Алғаннан кейін толық оқып танысып шықсаңыздар болады. Ол жерде 2 түрлі тілде, қазақ тілінде және орыс тілінде жазылған. Және де одан бөлек өнімнің сыртында осы QR кодты кіріп көретін болсаңыздар, бұл жерде барлық өнім қандай неге көмектеседі, одан кейін қандай сертификация барлығы осы жерден кіру арқылы көре аласыздар. Дәл қазіргі таңда бізде осы компанияда 4 түрлі жантақтың түрі бар. Алла қаласа компанияда 31 түрлі жантақ қосылады. Бізде қазір осы келесі апта қосылады магний қосылған жантақ. Одан кейін кальций қосылған жантақ. Былай айтқан кезде компанияда ары қарай на основе жантақ жасалып жатқан өнімдер көбейеді. Болашақта бізде 31 түрлі жантақтың түрі болады. Барлық жантақтың бағасы бізде 30 000 теңге. Мынан алсаңыз да бағасы 30 000 теңге. Сіз бір жантақ ала отырып бізбен бизнес бастасаңыз болады. Бір жантақты алып, сіз 42 миллион теңгеге дейін табыс алып шыға аласыз. Ол туралы келесі видеода. Ал енді қараңыздар, жалпы бізде компанияда қазіргі таңда бүкіл сет саласында істегені бар, істемегені бар. Келіп, командасымен кеп қосылып, аптасына өмірінде сетевойда істеп көрмеген кісілер 300 000-дап, 400 000-дап табыс тауып отқан маркетинг планын сызып берем. Қазақстан нарығында дәл мұндай маркетинг бірде-бір компания жоқ. Если келісетін болсаңыз, давайте салыстырып көрейік, іздеп көрейік, барлығы прозрачный. Қараңыздар, жалпы бізде компанияда ең басында 3 айырмашылықты айтайын. Білесіздер, ең біріншісінде любой компанияда сізде тіркелген кезде 2 команда болады. Сол жақ және де оң жақ. Сізде бір жақ командаңызда 10 адам, 100 адам, 1000 адам оборот кетіп жатыр, 50 000 доллар, 100 000 доллар, миллион, даже миллиард доллар оборот болса да, бір жақ командаңызда, екінші жағыңызда бірде-бір адам жоқ болса, сізге бір тиын ақша төлемейді. А бізде дәл осылай сізде ғана бір-ақ ветка, яғни бір команда ғана жұмыс жасап жатыр ма, екінші жағыңызда бірде-бір адам жоқ болса да, сіз осы бір команданың өзімен 42 миллион теңге табыс алып шыға аласыздар. Ол бірінші айырмашылық. Екінші айырмашылық, бір адам компанияға кеп тіркеле ма, жоғарыда тұрған 12 адамға табыс түседі. Еш нәрсе бір-бірімен теңеспейді. Ешқандай емес, просто структурный бонус. Бір адам кеп тіркелді, 12 адам табыс тапты. Бір адам тіркелді, 12 адам табыс. Бізде жалпы осы структурный бонус сіздің тіркелген пакетіңізге байланысты түседі. Егер сіз 30 000 теңгемен тіркелген болсаңыз, сіз тіркелдіңіз ғой міне. Бірінші линия, мына жерде екінші линия, и одан кейін үшінші линия. Үшінші линия мына жердегілер. Сіз уже
30 мыңға тіркелген адам бірінші линия мен үшінші линияға дейін структурный бонус алады. Сізде 4-ші линия, 5-ші линия, 6-ші линия тіркеліп жатыр ма? Сізге бір тиын структурный бонус түспейді. Өйткені сіздің тіркелген пакетіңіз ол 30 мың теңге. Осы дәрежеге жеткен кезде сіз не істейсіз? Ақша түсіп жатыр, уж тоқтайды ғой. Ары қарай 30 мыңның үстіне тағы 30 мың қосып, пакетіңізді 60 мың теңгеге көтеріп алсаңыз, уже сізде 4-ші линия, 5-ші линия, 6-ші линия қосылады. 6-ші линия қосылды, сіз уже табыс түсіп жатыр, 6-ші линия бітті, 7-ші линия басталып жатыр ма? Сізге бір тиын ақша түспейді, өйткені 60 мың теңгелік пакетте тұрған адам ол 6 линиядан ақша табады. Сіз осының үстіне тағы 90 мың теңгеге 3 жантағы алып, пакетіңізді 150-ге көтердіңіз ба? Уже сізде 7, 8, 9-ші линия, то есть бірінші линиядан 9-ші линияға дейін структурный бонус аласыз. Ал кімде-кім 300 мың теңгелік пакетке тіркелді, либо ана жерде 150-ден кейін тағы 150 қосып пакетіңізді 300-ге көтердіңіз ба, сіз бірінші линиядан 12-ші линияға дейін структурный бонус аласыз. Осы аралықта 7 миллиард 971 миллион теңге структурный бонус жатыр, тауып шығуға болатын. Сонда чисто даже командаңызға тіркелген адамдарға да ойбай пакетін 30 мыңға кеп қосылсын, бастасын, табыс табады, табыс түсу тоқтаған кезде уже адамдарға пакетіңді көтер, үйт деп айтпайсыз. Өзі үшін ақша түсіп жатыр, тоқтады, ойбай не болып жатыр деп сұрайды, қызығады. Сіз түсініп бересіз, сіз осы 3 линиядан 30 мыңға дейін табыс табасыз, ары қарай табыс түспейді. Ол адам 30 мыңға 30 мың қосып, жайлап отырып пакетін көтеріп 12 линиядан алса болады, немесе бірден 300 мыңға тіркеліп 12 линиядан структурный бонус алсаңыз болады. Кеп тіркелдіңіз, сізден тараған командада 12-ші линияға дейін кім қандай пакетпен тіркеліп жатса да сізге 1000 теңге, 2000, 5000, 10 мың теңгеден түсіп отырады. Ол екінші айырмашылық. Және ең басты айырмашылығы жалпы компанияда статустар автобонус, турбонус, квартирный бонус Қазақстандағы ең аз оборотпен ашылатын болады. Жалпы бізде компанияда 4 түрлі пакет бар. Яғни сіз жаңағыдай клубный система жантақ. Сіз 4 түрлі пакеттің біреуін таңдап бизнес бастай аласыз. Ең біріншісі ол 30 мың теңге тұрады. Өзіңіз қалаған бір өнімді бір жантақ алатын боласыз. Немесе екінші пакет 60 мың теңге тұрады. Сізге 2 жантақ беріледі. 60 мың теңгемен бизнес бастасаңыз болады. Немесе 150 мың теңгелік пакет бар. Сізге 5 түрлі жантақ беріледі. Немесе ең үлкен пакет 300 мың теңгелік VIP пакетпен бастауға болады. Өзіңіз қалаған жерде 10 өнімді таңдап аласыздар. Осы 4 түрлі пакет бар. Ал енді қараңыз, жалпы бізде компанияда PV, CV, KV, GV, DV, анау-мынау дейтін нәрсе жоқ. Тапқан табысыңыз барлығы теңгемен, оборотта теңгемен түседі. Одан бөлек жаңағыдай менеджер, директор бір нәрсе дейтін статустар жоқ. Жалпы бізде компанияда 3 түрлі табыстың түрі бар. Ең бірінші табыстың түрі ол реферальный бонус, яғни адам шақырғаның үшін. Сіз 30 мың теңгемен тіркелсеңіз де, 60 мың теңгемен тіркелсеңіз де, 150 мың теңгемен бизнес бастасаңыз да, 300 мыңмен бизнес бастасаңыз да, разница жоқ. Реферальный бонус ол 20%. Яғни, мысал ретінде айтайық, сіз келіп компанияға міне 30 мың теңгеге тіркелдіңіз дейік, міне 30 мыңға тіркелдіңіз. Мына жерге бір адамды шақырдыңыз. Ол да 30 мың теңгемен тіркелдік. Сізге осы адамды шақырған үшін 20%, яғни 6 мың теңге реферальный бонус бірден төленеді. Сіз даже өзіңіз 30 мың теңгеге тіркелдіңіз, шақырған адамыңыз мен үлкен пакет 300 мың теңгемен тіркелем дейтін болса, бұл адамды шақырған үшін разницасы жоқ, 20%, яғни 60 мың теңге реферальный бонус ол бірден төленеді. Басқа компанияларда кішкентай пакетпен кіргендерге 5%, 10%, 15%, 20% деп қойса, бізде разницасы жоқ. 30 мың теңгенің өзімен 300 мыңмен тіркелсең де, 30 мыңнан 300 мыңға адам шақырсаң да, 300-ден 30-ға шақырсаң да разницасы жоқ. Қай пакетпен тіркелсеңіз де реферальный бонус ол 20%. Түсінікті ғой, ал енді үлкен пакеттің преимуществосы неде? Неге 30-бен не болмаса 300-бен бизнес бастағанның қандай пайдасы бар десеңіз, бұл жерде разницасы жоқ. Тек 300 мың теңгенің преимуществосы ол, кім 300 мың теңгемен тіркелсе, олар 20-60 деген бізде тройной реферальный бонус алады. Ол қалай? Сіз 300 мыңға тіркелдіңіз, сіз бір адамды шақырдыңыз мына жерге, бірінші адамды.
Бұл адам 30 мың теңгемен тіркелді ма, сізге 6 мың теңге реферальный бонус бірден төленеді. Сіз екінші адамды шақырдыңыз, міне екінші веткаға қойдыңыз. Сізге бұл адамды шақырған үшін 6 мың теңге тағы түсті. Осы жерде кімде-кім 300 мың теңгемен тіркелген адам, үшінші лишнигінен, яғни үшінші тіркелген адамнан 60% реферальный бонус аласыз. Сізге міне үшінші адам келді. Сіз бұл адамды өзіңізге лишний қылып, мына адамның бір қолына бетіп переликпен тастап беретін болсаңыз, бұл адам мысалы 300 мың теңгеге тіркелсе, сіз осы үшінші лишникті шақырғаныңыз үшін 180 мың теңге реферальный бонус аласыз. Яғни, кімде-кім үлкен пакетке қосылады, үшінші лишниктен, 6-шы лишниктен, 9-шы лишниктен, 12-шы лишниктен, 15, то есть каждый шақырған үшінші лишнигіңізден 60% реферальный бонус алып отырсаңыз болады. Ал жарайды, сіз шақырған адамыңыз 30 мыңға тіркелді, екінші шақырған адам 30 мыңға тіркелді, үшінші шақырған адам жарайды 300-ге тіркелген жоқ, ол тоже 30 мыңға тіркелді дейік. 30 мыңға тіркелген кезде сіз 6 мың емес, 60%, 18 мың теңге алдыңыз, кейін бұл кісі жайлап пакетін 30-дан 60-ға, 60-дан 150-ге, 150-ден жайлап отырып пакетін әр көтерген сайын сіз 60% разницасын алып отыратын боласыз. Сонда 300 мың мен үшінші лишник тіркелетін болса, бірден 180 мың теңге аласыз. Ебілей ол адам жады жайлап пакетін көтергеннің өзінде түбі сіз 3-ші, 6-ші, 9-ші, 12-ші лишниктеріңізден түбі 60%, яғни 180 мың теңгеден алып шыға аласыздар. Қараңыздар, үлкен пакеттің преимуществосы осы жерде. Бізде компанияда основной доходты беретін нәрсе ол структурный бонус. Жалпы структурный бонус дегеніміз қалай? Қараңыздар, мен мынаны өлшей берейін. Жалпы структурный бонустың кереметтілігі сол, Қазақстандағы жалғыз компания бір ветканың өзімен төлейтін. Қараңыздар, любой компанияға барып тіркелдіңіз, мынау сізде екі команда бар. Мына жақ сол жақ, мына жақ оң жақ. Любой компанияда сізде ойбай жаным-ау кел жаңағыдай. Любой компанияға барсаңызда, любой адам сіздің не істейді, бір жақ командаңыз жасап береді. Любой компанияда мысалы сол жақ командаңыз білесіздер, бит кетіп жатыр, мынау адам, оның адам былайынан. Қараңыздар, кетіп жатыр, сіз шақырған, оны шақырған, былай структура кетіп жатыр. Мін, бір жақ командаңыз кете береді, оборот кетіп жатыр, мына жағыңызда бірде бір адам жоқ дейік. Сізде мына жақ командаңызға хоть миллион, миллиард теңге оборот болса да, сізге компания бір тиын ақша төлемейді. Неге? Сіздің бір жағыңыз кетіп жатыр ма, ол кете береді. Екінші жағыңа адам бит тіркелгенде ғана саған табыс түседі. Ар жағың жұмыс жасағанда ғана саған ақша түседі. А бізде компанияның преимуществосы осы жерде. Сізде бір жақ командаңыз жұмыс жасап жатыр ма? Екінші жағыңызда бірде бір адам жоқ па? Сіз осы бір ветканың өзімен 42 миллион теңге табыс алып шыға аласыз. Бізде компанияда қараңыздар, бізде табыс бір ножка, яғни сіз кеп тіркелдіңіз, бір жақ командаңыз жұмыс жасап жатыр ма? Бір жағыңызда бірде бір адам жоқ па? Осы бір команданың өзімен сіз бірінші линиядан 12-ші линияға дейін табыс табасыз. Ал енді қараңыз, мысал ретінде деп айтайық, мына жақ команданың астынан келеттағыны бір адам 30 мың теңгеге тіркелді. Ал енді қараңыз, жоғар жағында тұрған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 дейік. Міне, бір адам 30 мың теңгеге тіркелсе, жоғар жақта тұрған 12 адамның әр қайсысына 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңгеден 12 адамға структурный бонус төленеді. Қараңыздар, бір адам тіркелді, бинардағыдай баяғы недегі емес бұл. Бір адам просто келіп тіркелді ма, 12 адамға осы структурный түседі. Бір адам келіп тіркелді, төбесінде тұрған алғашқы 12 адамның әр қайсысына табыс түсті. Сонда қараңыздар, бірінші линиядан 12-ші линияға дейін ақша төленеді. Енді қараңыздар, тіркелген адам 30 мыңмен тіркелсе, жоғарда тұрған 12 адамның әр қайсысына 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңге, 1000 теңгеден табыс түсіп шығады. Ал енді қараңыз, ал мына жақ команданың астынан сіз шақырған, жалпы сізден тарап тұрды, мынау сізден мына жақта адам жоқ. Мына жақ командаңызда келеді дағыны, мына жақ команда астынан біреу, мен 60 мың теңгемен тіркелем дейді. Мына жер кеп тіркелді. Ал енді қараңыз, 60 мың теңгемен тіркелді ма, жоғарда тұрған 12 адамның әр қайсысына 2000 теңге, 2000 теңге, 2000 теңге, 2000 теңге, 2000 теңгеден
12 адамға табыс түседі. Анау командаңыздың астынан бір адам келіп 150 000 теңгелік пакетпен тіркеледі ма, жоғарыда тұрған 12 адамның әрқайсысына 5 000 теңге, 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 5 000 теңгеден 12 адамға табыс түсіп шығады. Ал егер тіркелетін адам команданың астынан біреу келіп VIP пакетпен тіркелді ма, жоғарыда тұрған 12 адамның әрқайсысына 10 000 теңге, 10 000 теңге, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 теңгеден 12 адамға табыс түсіп шығады. Ал енді қараңыздар, сіз кеп тіркелдіңіз, сіздің мынау бір жақ командаңыз кетіп жатыр дейік. Бір жағыңызды ол спонсор жасап береді. Сіз келіп тіркелдіңіз, бірде-бір адам шақырып үлгермесеңіз де, адам таппай жатқанның өзінде де сіздің мынау бір жақ командаңыз спонсорский ветка болып кетеді. Сонда сіз бірде-бір адам шақырмаған күннің өзінде бір жақ командаңыз кетіп жатыр ма? Сіз осы бір жақ командамен кім қандай пакетке тіркеліп жатыр, сізге келіп структурлы бонус түсе береді. Сонда бір жақ командаңыз жұмыс жасап жатыр ма, екінші жағыңызда бірде-бір адам жоқ па? Сіз осы бір команданың өзімен кім қандай пакетке тіркеліп жатса да кеп түсіп жатыр ғой. Сонда бір ветканың өзімен сіз осы компанияда 42 миллион теңгеге дейін табыс алып шығасыз. Ал егер сіз бір-ақ командаңыз жасап жатыр ма, чисто табыс табасыз. Бірақ турбонус, автобонус, квартирный бонус деген статустарды естисіз, ашпайсыз. Былай қарап отырсаңыздар, бізде бірінші линиядан 12-ші линияға дейін ғана ақша төленеді. 13-ші, 14-ші линиядан ақша төленбейді. Бірақ көп кісілер ойлайды, ойбай, мына жерде 12-ші линияға дейін аз ғой дейді. Бірақ сіз осы командамен идеально 2, 4, 8 деп 12-ші линияға дейін жақсылап жұмыс жасайтын болсаңыз, осы аралықта кім қандай пакетпен тіркелсе де сізге түсетін ақшаның мөлшері 7 миллиард 971 миллион теңге ақша жатыр осы жерде. Осыншама структурный бонус жатыр, который тауып шыға алатын. Қараңыздаршы, үлкен мынау 7 ұрпағыңа жететін үлкен ақша жатыр. Ал енді қараңыздар, сізде компанияда бір веткамен жұмыс жасайтын болсаңыз, чисто табыс табасыз, 42 миллионға дейін болды, ары қарай тоқтайды. 2 командамен жасайтын болсаңыздар, бізде компанияда 3-ші доход, яғни карьерный бонусты алып шыға аласыздар. Ал енді қараңыздар, ол қандай бонус? Енді қараңыз, бізде ол жаңағыдай өзі компанияда PV, CV, KV, GV, DV дейтін жоқ. Или болмаса басқа компания ұқсап, біздерде жаңағыдай нелер жоқ. Менеджер, директор, 3 жұлдызды директор, мынандай директор, короновый бриллиант, бір нәрсе дейтін нәрселер жоқ. Бізде жалпы компанияда бар болғаны 3-ақ қана статус бар. Ең бірінші статус ол турбонус. Яғни шет елге саяхат. Турбонус орындаған кезіңізде, бірінші статусты ашқан кезіңізде, компания сізге 3 миллион теңге премия береді. Екінші статус ол бізде компанияда автобонус. Автобонус статусын жапқанда компания 15 миллион теңге премия береді. Ең соңғы статус ол бізде компанияда квартирный бонус. Квартирный бонусты орындаған кезде 45 миллион теңге сіздерге не беріледі? Квартирный бонус беріледі. Ал енді қараңыздар, бұл статустарды ашу үшін не істеу керек? Сіз компанияға келіп тіркелдіңіз ғой, сізде 2 команда бар. Сол жақ және де оң жақ. Мысалы, бір адам шақырдыңыз, ол 30 мыңға тіркелді, оның шақырған адамы 60 мың, біреу 150 мың, біреу 300 мың, біреу 30 мың, біреу 60 мың кетіп жатыр. Мына жақ командаңызда да солай, біреу 30 мың, 300 мың, біреу 150, біреу 60, біреу 60, біреу 30 кетіп жатыр. Бұл жасалып жатқан обороттың барлығы бізде компанияда накопительный. Уақыттың шектеулігі жоқ. Ойбай, бір айда жаса, бір айда істе дейтін нәрсе жоқ. Накопительный жасап отқан мына командаңыздың оборотының барлығы накопительный. Мысалы, біреу 300-ге тіркелді, біреу 30-ға тіркелді. 300-ге 30 қосасыз, 330 мың, 390 мың болады, 400 мың, 500 мың осылай кете береді. Сонда қараңыз, сізде мынау сол жақ командаңыздан тараған сіздің шақырған адамдарыңыздың шақырған адамы, оның адамы кете береді. Сонда ең бірінші статус турбонусты жабу үшін сізде сол жақ командаңыз 5 миллион теңге, оң жақ командаңыз полностью 5 миллион теңге накопительный, сонда сол жақ командаңыз 5 миллион теңге, оң жақ командаңыз 5 миллион теңге. Сонда екі командамен 10 миллион теңге
накопительный оборот жасаған кезіңізде компанияда сіз ең алғашқы турбонус деген статусты ашасыз. Маркетингтен бөлек компания сізге 3 миллион теңге премия береді. Қазақстандағы любой компанияны алып келіңіз. Хоть классика, хоть бинарды алып келіңіз да. Любой компаниямен салыстырып бере аламын. Дәл қазір өзіңіз бұрын жасаған, не болмаса данный время жасап атқан компаниямен де салыстырып көріңіз. Қараңыздар, 5 миллион теңге, 5 миллион теңге, 10 миллион теңге оборот жасағанда сіздің компанияңыз не береді? Бізде компанияда 10 миллион теңге жасалған оборотқа сізге 3 миллион теңге премия береді. Қазақстанда бірде-бір компания жоқ, 10 миллион оборотқа 3 миллион теңге премия беретін. Бізде компанияда клубтық жүйе болғасын, ол нәрсені бере алады. Аллаға сан шүкір, қаншама кісілер келіп жатыр. Бір аптада 3 миллионды орындап жатқан кісілер бар. Бір айда орындап жатқан кісілер бар. Мен өзім осы компаниямен проектмен жұмыс бастағаныма бар болғаны бір ай болды. Бір айда командамда 500 партнер бар. 2 күннің ішінде турбонусты орындап 3 миллион теңге премия алып қойдық. Одан бөлек менде бір айда командамда 7 адам осы турбонус жауып отыр. Қараңыздар, өте жеңіл. 5 миллион теңге, общий 10 миллион оборот жасағанда сіз бірінші статус турбонусты ашасыз, 3 миллион теңге премия аласыз. Енді сізде келесі карьерный рост, ол не? Ол автобонус. Келесі статус ол автобонус. Автобонусты орындап 15 миллион теңге ақшалай алу үшін не істеу керек? Сізде міне екі командаңыз 5 миллион теңге жасады, 3 миллион теңге премия алдыңыз. Мына жасалған 5 миллион теңге ол күйіп кетпейді. Ары қарай үстіне қосыла береді. 5 миллион 100, 5 миллион 200, 6 миллион, 8 миллион, 10 миллион деп. Сонда автобонусқа жету үшін сізде компанияда сол жақ командаңыз 25 миллион теңге всего, оң жақ командаңыз 25 миллион теңге. Сонда сол жағыңыз 25 миллион, оң жағыңыз 25 миллион. Сонда общий командамен 50 миллион теңге оборот жасаған кезіңізде сіз бізде компанияда екінші статусты ашасыз, ол автобонус. Сізге компания маркетинг планынан бөлек 15 миллион теңге ақшалай премия береді, өзіңіз қалаған автокөлікті алу үшін. Ал енді қараңыздар, маған любой компанияны тауып беріңіздер. Қазақстанда бірде-бір компания жоқ. Бар болғаны 25 миллион, яғни 50 миллион теңге накопительный оборот жасап, 15 миллион теңге премия беретін бірде-бір компания жоқ. Любой компанияда, барлық сетевой компанияда автобонус бар. Бірақ сіз бар болған осы 10-15 миллион теңгенің автобонусын алу үшін сіз не жасауыңыз керек? Любой бинарный компанияда минимальный 250 миллион, 300 миллион, даже 400 миллион теңге оборот жасау керек, чтобы 15 миллион теңгенің тегін автобонусын алу үшін. Жасадық та, қанша компанияда, мен өзімде 3 компанияда үлкен автобонусты жаптым. Для этого бір компаниямда 268 миллион жасадым, бір компаниямда 343 миллион, бір компаниямда 491 миллион теңге оборот жасадым. Чтобы 10 миллион теңгенің автобонусын алу үшін. Ал енді қараңыз, бізде компанияда бар болғаны оң жағың 25 миллион, сол жағың 25 миллион теңге, бар болғаны 50 миллион теңге оборотпен компанияда автобонус аласыз. Көрдіңіздер ма? Бізде, мысалы, біз осы проектпен мен жұмыс бастағаныма Аллаға сан шүкір, бір ай болды, 500 партнер бар командамда. Ал енді қараңыз, менің спонсорым Кенже ханым. Компанияға келеді, 14 күннің ішінде турбонусты жауып 3 миллион теңге премиясын алады да, 28 күнде өзінің автобонусын алып отыр. Айнұр ханым, Кенже ханымның личнигі бар, шақырған Айнұр Исмаилова. 29 күнде автобонусты алып шығып отыр. Алла қаласа менде всего лишь бір 3-4 миллион теңге ғана оборот қалды. Алла қаласа менде де осы 1,5 айдың ішінде автобонус шығып жатыр. Одан бөлек менің командамда 2 личнигім автобонусқа келіп жатыр. Ал енді қараңызшы, дәл осы бір айдың ішінде ойнап күліп автобонус алуға болады. Ал енді 25 миллион жасадыңыз, автобонус алдыңыз. Келесі сізде карьерный рост, ол қандай? Ол квартирный бонус. Не істеу керек? До этого жасап қойдыңыз 25, күйіп кетпейді, 26 миллион, 27 миллион кете береді. Қашан сол жақ командаңыз 125 миллион теңге, оң жағыңыз 125 миллион теңге. Сонда общий командамен 250 миллион теңге оборот жасаған кезіңізде, сіз компанияда уже квартирный бонусты жабасыз. Компания өзіңіз қалаған пәтерді алу үшін 45 миллион теңге ақшалай премия береді. Өзіңіз қалаған
квартираны алу үшін. Бізде маркетинг план осы. PV, CV, KV жоқ. 30 мың теңгеге тіркелді ма, 30 мың теңге оборот. 300 мыңға тіркелді ма, 300 мың теңге оборот. Бүкіл жасаған оборотыңыздың барлығы, жасаған түскен табыстың барлығы теңгемен түсіп отырады. Каждый тапқан табысыңызды дүйсенбі күні өзіңіздің ИП счетыңызға, не болмаса Каспий голдыңызға вывод жасап, выводқа жібересіз. Табыс аптасына бір рет, среда күні уже сіздің счетыңызға түседі. Ал енді қараңыздар, бізде жалпы компанияда ақша 12 линиядан төленеді. Енді есептейік. Енді қараңыздар, 12 линиядан төленеді. Жалпы компаниядағы полный осы 3-ші статус квартирный бонусты қанша уақытта жасап жетуге болады? Давайте минимальный мен есептейікші. Мен жаңағыдай максимальны, давай 300 бен 30 бен емес. Енді қараңыз, сіз тіркелдіңіз, сізде мынау бірінші линияда қанша адам болады? 2 адам бар. Мынау екінші линияңызда қанша адам болады? 4 адам. Үшінші линияда 8 адам, 16 адам, 32 адам, 64 адам, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 адам бар. Сізде ақша осы 12-ші линияға дейін төленеді. Сонда сізде 12 линияны толық жапқан кезде мына жақ командаңызда 4096 адам, мына жақ командаңызда 4096 адам болады. Ал енді қараңыздар, осы адамдардың барлығы, давайте ең минимальный пакетпен есептейік. Бүкіл адам бізде не істедік? Бізде жаңағыдай 30 мың теңгемен тіркелді дейік. Енді қараңыздар, 30 мың теңге 4096 мың. 4096 көбейтеміз 30 мыңға. Сонда сізде 122 миллион 800, яғни мына жақ командаңызда 122 миллион, мына жақ командаңызда 122 миллион теңге оборот болады. Сонда сіз 122 миллион, даже ең кішкентай пакетпен 30 мың теңгемен команда жинау, команда құру өте жеңіл, 300 деп есептемей қойып. Соның өзінде 30 мың теңгемен өзімен 12 линияңыз толғанда сіз вес маркетинг планды почти не істейсіз. Квартирный бонус жабу үшін 125 миллион келеді. Сіз сонда әшін 30 мың теңгемен бизнес бастап отырып, команда құрып, бүкіл командаң 30 мыңмен тіркелген өзінде 12 линия толғанда сіз бүкіл компаниядағы 3-ші статус турбонусты да жауып шыға аласыз. Ал енді қараңыз. Давайте есептеп көрейік. Міне қараңыз. Любой адам сіз келіп тіркелдіңіз дейік. Міне сіз келіп тіркелдіңіз. Енді қараңыз. Мықты лидер болсаңыз, бір күнде компанияға 30 мың теңгемен, міне қараңыз. Бір күнде 2 адам шақыра аласыздар ма? Бір күнде 30 мың теңгемен 2 адам ойнап күліп шақырып келуге болады, егер сен мықты лидер болсаң. Ал егер сен орташа лидер болсаң, бір аптада сол жағыңа бір адам, оң жағыңа бір адам 30 мың теңгемен тіркей алуға болады. Жарайды, үйтіп есептемей қойықшы. Ойбай, сетевой бизнес жасаған жоқпын, істеп көрмегем, адам жай шақырам, анау мынау деп есептегеннің өзінде, сіз бір айда 30 мың теңгемен, любой адам бір айда 30 мың теңгемен 2 адам шақыра алады. Қараңыз, сіз бірінші айда сол жағыңызға бір адам, оң жағыңызға бір адам шақырдыңыз, сізде не істеді? Бірінші линия толды, міне 2 толды. Ал енді қараңыз, екінші, мына сіз шақырған адам, дәл сіз сияқты жай қимылдады дейікші. Ол бір айда өзінің астына 2 адам шақырды, екінші адамыңызда дәл сіз сияқты бір ай жүріп, өзінің астына 2 адам шақырды дейік. Сонда екінші айда 4 адам қосылды командаңызға. Бұл адамдарда дәл сіздер сияқты жай жүріп, мынау бір айда астына 2 адам шақырды, мынау да бір айда 2 адам шақырды, мынау да бір айда 2 адам, мына 4-ші адамыңызда бір айда 2 адам шақырды дейік. 3-ші айда сізде 3-ші линия жабылды. Дәл солай, 4-ші айда 4-ші линияңыз жабылады. 5-ші айда 5-ші линия, 6-ші айда 6-ші линияңыз толады. 7-ші айда 7, 8-ші айда 8, 9-ші айда 9, 10-ші айда 10, 11-ші айда 11-ші, 12-ші ай, яғни сізде бір жылда жай жүріп жасағанның өзінде
12 линияңызды бір жылда ойнап күліп толтыруға болады. Ал енді қараңыз, 12 линия толып деген сөз, барлық адам ол 12 линиядағылар 30 мың теңгемен тіркелді дейік. Сонда сол жағыңызда 122 миллион, яқта 122 миллион, сіз не істейсіз? Вес маркетинг планды ойнап күліп, жай жүргеннің өзіне бір жылда жауып тастауға болады. Ал енді қараңыздар, егер сіз біздің осы командаға қосылатын болсаңыздар, ойбай басқа компанияда не істейді? Любой адамға барыңыз, сізді пока ойбай командасына қосып алғанша, сізді тіркеп алғанша, 1 40 000 обещание болады. Ойбай кел, тіркел, мен сенің екі командаңа да көмектесем, мен сенің жағада үйтіп берем, бүйтіп берем деген құр уәде, құр нәрсемен сіздер тойдырады. Ал осы видеоны сізге жіберді ма? Бұл видеоны сізге жіберген адам, ол менің командамдағы адам деген сөз. Егер сіз менен тараған командаға қосылатын болсаңыз, біз сізден не күтіп тұр? Қараңыздар. Сіз тіркелдіңіз. Сіз тіркелдіңіз дейік, мен сізге сразу айтам, біз сіздің екі командаңызды да алып кетпейміз. Біз сіздің бір-ақ командаңызды алып кетеміз. Сіз кеп тіркелдіңіз, тіркелдіңіз. Сіз бірде-бір адам шақырған жоқсыз дейік. Просто келіп қазір шешім қабылдап, бір жантақ өнімін алып денсаулыққа қосылдыңыз ба? Сіз кеп тіркелдіңіз. Міне, біз сіздің екінші жағыңызға бірде-бір адам тастамаймыз, тіркемейміз. Бірақ сіздің бір жақ командаңызды алып кетеміз. Міне, сіздің астыңызға бір адам, оның асты былайынан екі, міне осылайынан сіздің бір командаңызды алып кетеміз. Сіз бірде-бір адам шақырмағанның өзінде, осы біз құрып берген командамен, оны сіздің астыңызға бұл адамдарды, сіз болмасаңыз да басқа бір адам болса да оның астына құрамыз. Именно сіз үшін демейін, ол өзіміз үшін. Біздің командадағы барлығымыз екі командамыз уже толып қойған, ары қарай күнделікті келіп атқан 20, 30, 40 регистрация күнде болып жатыр. Біз ол адамдарды қайда жібереміз? Команданың асты, оның асты, осылайынан жасап кете береміз. Біз сіздің бір жақ командаңызды алып кетеміз, міне, бір жақ командаңыз кете береді. Ал енді екінші жағыңызға бірде-бір адам тастамаймыз. Басқа компания, любой бинар, любой жерге барсаңыз да, дәл осы нәрсені любой мықты лидер істеп береді. Бір жақ командаңыз алып кетеді. Ал бірақ басқа компанияда сіздің осылай бір жақ командаңыз кетіп, обороттар кетіп жатыр ма? Сізге бұл жағыңыздан $1 миллиард оборот болса да бір тиын ақша түспейді ғой. Ал бізде компанияның маркетинг планының ерекшелігі сода, екінші жағыңызға бірде-бір адам жоқ. Бір веткамен жасап отырсыз ба? Міне, мына жерге бір адам тіркелді ма, структурный түседі. Бір адам тіркелді, структурный түседі. Міне, осылайынан кете береді. Кім қандай пакетпен тіркеліп жатыр, сізге келіп структурный келіп түсіп жатыр ма? Сіз осы біз жасап берген бір ветканың өзімен 42 миллион теңге табыс алып шығасыз. Чисто. Ешқандай турбонус, автобонус шаппайсыз, но чисто бір команданың өзімен 42 миллион теңге табыс тауып шығасыз. Сізге ақша түсіп жатыр, бірде-бір адам шақырған жоқсың. Бір командаң жасалып жатыр, ақша түсіп жатыр. Уже аптасына 100 мыңдап, 200 мыңдап алатын дәрежеге жеттің, кетіп жатыр. Сізге уже қызық болады, қалай түсіп жатыр, не істеп жатыр? Міне бір ветканың өзімен түсіп жатыр. Сөйтіп отырып қызығып, адамдар сұрап бастайды. Сол кезде сіз адамдарға айтып жатсыз. Міне де бұл системаны осы видеоларды жіберіп көрсетесіз. Ол адам кеп тіркелем деді, сіз қайда тіркейсіз? Мына жаққа бірде-бір адам тіркемейсіз, бұны біз өзіміз үшін алып кетіп жатырмыз сіздің бұл команданы. Сіз бір адам келді ма, міне, мына жерге тіркейсіз. Тағы бір адам кеп қалды дейік сізге, тіркелем деп. Сіз оны осының бір қолына тіркейсіз. Одан кейін тағы бір адам, сіз де дәл осы сияқты міне бір команданы алып кетесіз. Мысалы, мына адамдарға бір адам тіркелді ма, нау ақша түсіп жатыр. Мына жерге бір адам тіркелсе, наған үстіндегілерге ақша түсіп жатыр. Бір адам тіркелсе, әр қайсымыз табыс түсіп жатыр. Сонда мына адамда өзіне, мысалы, тағы адам тіркей ма, екінші жағына, мына адам ба өзінің екінші жағы бітіп кете береді, міне, көрдіңіз ба? Сонда сіз бір жақ командаңыз жасап береміз. Екінші жағыңызды осылайынан өзіңіз тіркеп адамдарды өсетін болсаңыз, Алла қаласа мықты топ лидер болып, турбонус, автобонус, квартирный бонус барлығын алып шығасыз, барлығын аласыз. Ал егер сіз жарайды кеп тіркелдім, ойбай мен адам шақырамайым, сетевой бизнес істеп көрмегем, мен әшейін тіркеліп, күйіп қалып кетпеймін ба деген кісілерге мен сізге айтамын, жаным ау, мына жағың жоқ болса да, мына жағың бірде-бір адам жоқ дейік. Сіз ба? Біз мынаны өзіміз үшін сіз тіркелдіңіз ба, орын алып, кетіп жатыр ма, жасап жатырық па, бір веткаңыз жасап береміз. Жарайды, екінші жағыңа бірде-бір адам тіркемек қой. Тіркемей қалғанның өзінде сен осы бір веткамен 42 миллион теңге табыс тауып, бізге рахмет айтатын боласың.
Сол себепті кеңіздер, қосылыңыздар. Сетевой любой компанияның лидері болсаңыз, давайте жолға кездесейік, сызып, реттеп көрейік. Бүкіл компанияға барғанда да жасайтынымыз бір жұмыс. Адам шақыру, оборот жасау, иә. Лучше өзіміздің күшімізді болатын жерге. Любой лидер. Көп адамдар өздерін лидермін деп айтады, лидермін деп кеудесін қағады, но нағыз лидер адам қандай? Бәріміздің мақсатымыз сол. Шақырған адамың компанияға тіркеліп табыс тапса, рахмет айтса, соның өзі бізге үлкен нәрсе. Ал енді қараңыз, сіз мына жерге бір адам шақырасыз, бір веткасын алып кетесіз, бір тиын ақша түспейді. Содан кейін ол адамда реніш сол кезден басылады. А бұл жақта қалай? Бұл жақта сіз шақырған адамның бір веткасын өзіміз үшін алып кетіпсіз деп кетіп жатыр. А ол адам жарайды, бірде-бір адам шақырмаған өзінде 42 миллион теңгеге дейін табыс алып шығуға болады. Ертең ол сізге өмір бақи рахметін айтып өтеді. Көрдіңіздер ма? Күшті осы жаққа салайық. Бір адам кеп, мына жерге кеп, мысалы қараңыздар, тіркелді ма? 12 адамға ақша түсіп отыр, қараңыздар. Бір адам тіркеледі, 12 адам ақша табады. Бір адам тіркеледі, 12 адамға табыс түседі. Әр тіркелген сайын 12 адамға ақша түсіп отыр. Сонда міне, сіз шақырған, 10 шақырған адамдар табыс тауып, ары қарай команда жылдам өседі.